Ауыл ел бесігі аталмыш жоба аясында Бұқар Жырау ауданы Баймырза ауылында Қазақстан Республикасының ұлттық экономика вице-министрі Бауыржан Омарбеков келді. Мұндағы басты мақсат ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын жақсарту. Вице-министр елді мекендегі мәдениет үйіне барып, жасалған жұмыстармен де танысты. 2019 жылы ауыл ел бесігі жобасына 30 миллиард теңге бөлінсе, 2023-те 200 миллиард, яғни 7 есеге өскен. 2027 жылға дейін 3500 ауыл таңдалып, соны дамыту жоспарда бар. Республикада 6000-нан астам ауыл бар. Мұндағы негізгі мақсат ауылдарды 100% ауыз сумен, білім, мәдениет, интернет, денсаулық сақтау ұйымымен қамтамасыз ету. Қазіргі таңда аталмыш жоба облысымызда да қарқынды дамып келеді. Осы ретте Бұқар Жырау ауданының Баймырза ауылдық округіде халық үшін күн сайын жанданып жатыр. Оборудованиеден бізде енді жаңағы музыкалық аспаптарынан жабдықтары бар. Мынау өткізетін жаңағы аудио системалары барлығы жасалынған. Енді болашақта қазір енді бізде бұл жерде ауыл дамып жатқаннан кейін LED экрандарын қоямыз. Жылу қалай? Жылу жақсы. Бауыржан Омарбеков облысымызға арнайы ат басын бұрып ауыл аймақтың көркеюін тексеріп қайтты. Баймырза ауылындағы мәдениет үйіне жасалған жөндеу жұмыстарын көріп, өз пікірімен бөлісті. Енді бір мәдениет нысанын қарай отырып, бүткіл аудан жұмыстарына баға беру әрине қиындау. Қазір бұл нысан енді жөндеу жұмыстарына өткен. Осыдан 2 жыл бұрын өткен жөндеу жұмыстары, әрине көпшілік орын болғаннан кейін барып үнемі шаралар өтіп отыратын нысан болған болса, әрине ол қазір таңдағы ағымдағы жағдайында бір әрине сұрақтар жоқ емес бар. Оған ойлаймын, әкімдік өзі жергілікті бюджеттің есебінен әлде де оған назар аударып, кем-кетістік тұстарын жояды ғой деген ойдамыз. Бұқар Жырау аудан ауылдарының дамуына бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінген. Оған мәдениет үйі жөнделіп, елді мекенге асфальт төселген. Алдағы уақытта талай істің басын көтеретіндігін айтты ауыл әкімі. Баймырза ауылдық округі бойынша 2 жоба іске асырылды. Бұл күрделі жұмыстары, мәдениет үйінің күрделі жұмыстары өткізілді. Одан кейін средний ремонт дейді ғой, ауыл мекеніне кіретін жолдарды толықтай асфальттау жұмыстары болды. Халықтың енді әр айқайын деп айтады ғой. Біз бюджет қорғағаннан кейін ары жоспарлап отырамыз. Қандай жұмыстарды біз ауылымызға қарастырамыз. Одан кейін летний водопровод жоспарда бар. Қалған енді бізде жолдар қалды, асфальтталмаған. Қазіргі таңда Бұқар Жырау ауданында 67 ауылдық елді мекен бар. Олардың көбі ауыл ел бесігі жобасына қатысып отыр. Дидар Қалқатайқызы, Зұлқарнай Есмахаев, Данил Заславский, 5-ші арна.